Бердібек бүгін таң алдында ғажап түс көрді. Өздері көшіп келген Қарқара тауының ең биік шыңында әкесі екеуі атқа мініп тұр екен, дейді. Қастарында жақсылықтың мұхиты ма, әлде әбудің тілеуханы ма, біреу бар. Осы биіктен бүкіл ел алақандағыдай көрінеді. Адамдардың бәрі құмырсқаға ұқсайды. Түгел ін қазып жер астына кіреді де, түгел топырақ тасып жер астынан шыққандай құжынап жүр. Біраз топтары қара қоңыз тәрізді. Қоңыздар болса тауға тынымсыз өрмелеуде, алдарында бір-бір қойдың құмалағы. Бір кезде әкесі үшеуі аттарымен сыртlatып тіке төмен түсіп келе жатты. Жалама жартастың бетіне ат тұяғынан от шашырайды. Кенет әкесінің астындағы аты тайып, ұмар-жұмар төмен қарай сулап көзден таса болды. Қасындағы екеуі өлген шығар деп тау етегіне асығып түссе, әкесі де ат та түк етпепті. Бірақ ол кісі тіл қатпастан атын қалдырып, өзі жаяу тауға өрмелеп кетті. Бердек атпен қанша қуса да әкесі жеткізбеді. Табақтағы сұйық көженің бетіне үңілген сайын жап-жаңағы түс көз алдына елестей береді. Іштей жорыды. Әкем өлетін шығар. Бердібек 2 жылдан бері Астанадағы жаңа салынып жатқан құрылыста дәнекерші болып істейтін. Өзіндей 3-4 жігітпен бірге пәтер жалдап, қала шетінде тұрады. Жұмыс үстінде де әлгі көрген түсі көз алдынан кетпеді. Құрылыстың 12-ші қабатында арматыр темірді дәнекерлей жүріп, оңтүстікке созылып жатқан арқаның сар даласына көз салып қояды. Көк жиекке сіңіп жатқан жолдағы шұбырған машинелер түндегі түсіндегі құмырсқаға ұқсайды. Ауылы да сол бақытта ғой. Жұпыны ауылда тұратын әке, шешесі де есіне түсіп, балалық сағынышын қоздырғандай. Бір сәт сонау алаңсыз күндерін аңсады. Саусақтай темірді дәнекерлеп болып, шегіне бергені сол еді. Аяғы ештеңеге тірелмей, бос кеңістікке құлап бара жатқанын аңдап, жаңа ғана өзі тұрған ағаш еденнің қайда ұшып жоғалғанына таңданып қалды. Шынымен құлап кеткені ме? Басы төмен қараған қалпы әп-сәтте құлдилап кетті. Үрейден таңдану басым. Осылайша өлгенім бе? Дәнекерлеуші балғаның әлі қолында екенін білді. Оның тоқ жүгіретін бауы соншама ұзын еді. Өзімен бірге сол бау әлі шұбатылып ысылдап келеді. Бір мезетте тоқтың бауы қатты тартылып, денесі теңселіп барып, тор темірлерге соғылғанда, дәнекер балға шытырлап, найзағай ойнап, бүкіл тәнін өрт шалып, денесінен есі де, жаны да қатар шығып бара жатты. Бердібек өлгенін білді. Өз денесінің көгалат боп, тоққа пісіп қалғаны да өзі көріп тұр. Құрылыс басындағылар шуласып жүріп, қабырғаға жабысып қалған Бердібектің денесін кранмен әзер түсіріп алды. Жедел жәрдем де қиқулап келіп күтіп тұр екен. Мұртты дәрігер тексеріп көрді де, өкінішті, бұл азаматқа біз енді ештеңе істей алмаймыз, деді. Сейтқан шалдың жалғыз ұлы құрылыстан құлап өліпті деген суық хабар Қарқаралының Дарқан ауылына оның мүрдесінен бұрын жетіпті. Өлі денесін кескілетіп, шалды 2 өлтірмейік деп, бірге жүрген жолдастары ақша жинастырып беріп, мүрдені майытханаға жібермей алып қалды. Кешкерек өлікті әкелген кезде ауылға туған-туғысқандары түгел жиналып қойған екен. Еңселі там үйдің алдына киіз үйде тігіліпті. Бердібектің денесін оң жаққа әкеліп салғанда жақындарының көріс жоқтауынан ауылдың аза бойы қаза болды. Анасы Ағлиманың жоқтауы жиналған қауымның құлағына тұнып қалды. 25 мүшелінде опат болдың. 60-қа келген атаң қу бас боп, Ақбасты анаң ыңырап жалғыз қалды. Құда түскен қалыңдығың Ақбосаға аттамай адыра қалды. Атаң аяң көріп ет, 10 күн бұрын құлыным таудан құлады деп. Ажалды маған жіберіп, ұлымды аман қалдыр деп, Құдайға жылап жалбарынып ет.
тұяқсыз қалған қу бастың сорын еткен қалың еді. Сарлы сөз елдің көзінен жас ағызды. Бердібек осыны түгел естіп жатты. Бірақ осы айтылғандар оған еш өкініш емес сияқты. Өкінішті дүниедегінің өлігі пайдасы жоқ екенін бастан кесіп жатыр. Ата-анасының сонша қайырғаны да жанын жайландыратын емес. Басқа туыстары тіпті Бердібектің жаңа ғана жастай өлгенін естен шығарған секілді. Той қамына кіріскендей бір-біріне дауыс көтеріп, тапсырма берісіп, аяқ-табақ дастархан әзірлеп, сыбырласып жүр. Екі жеңгесінің бауырсақты сен пісір, мен пісір деп тартысқанын естігенде қарқылдап күлгісі келді. Сейітқан шалдың інісі Бейсқан өзінің екі немере ағасына саудадан пайда түсіріп келгендей есіп сөйлеп отыр. Өрістек тебінде жүрген 100 шақты жылқыдан союға жарайтын біреу табылмай, тұрғанның жемде тұрған құнанын 100 мыңнан түсірмей, етін шығарғанын, кем ақшаға тайынша берейін деп әрең көндергенін айтады. Құды бұлар Бердібектің үйлену тойына қызу дайындалып жатқандай. Бердібектің орта мектепте бірге оқыған студент құрдастары қызға қырындаған профессордың масқарасы туралы анекдот айтып, темекі түтінімен шашала рахаттана күліп тұр. Өлім бір сәтте біреулерді күңірентсе, сәл сәтте естен шығып күлдірткені несі? Күңіренткендердің қақыреті ұмытқаны ма? Күлетіндердің пәнидің өлтпелі екенін естен шығарғаны ма? Бердібектің жаны тірі кезіндегі жанына мүлде ұқсамайды. Ол сұрақ қойғанымен жауап таппайды. Қазіргі жаны жалған дүниеде көп қажет қылмаған нәрселерді шырқырап іздеген бір халде. 5 уақыт намаз оқуға жұмысты сылтау қылып еді. Өлім дүниесіне кіргенде сол намаз шөл қандыратын кәусар суға ұқсайды екен. Өзімен бірге істейтін кейбір жігіттер уақыт тауып оқып жүргенде бір рет болса да көңіл қойған болсаң, әттең, таңдай жібіткендей намаз бұлағынан татар еді ғой. Қазір қанша таяуға талпынса да, сол намаз сонша алыстап қашады. Бұл Рамазан айында бастапқы 3 күн ораза ұстап, жұмыс кезінде шөлдедім деп шала қалдырып еді. Сол 3 күн жеңіл ақ бұлтқа ұқсап жанын жоғары көтергісі келсе, қалған қаза күндер қара тастай төмен тартып, күш берер емес. Апырай, апырай, Рамазан қайта келсе, шөлден қатса да ұстар еді, шіркін. Қасында жұмысшылар жұма намазға асығып кетіп жатқанда, босқа уақыт шығындағанша ісімді тындырып алайыншы деуші еді. Сол қасиетті жұма күндер ұстатпайтын нұрлы пырақтарға айналып қасынан зулап-зулап өтіп жатыр. Біреуінің жалына қолы ілінсе, мына тұңғиық түнектен атып шығар еді-ау. Әттең, әттең. Қарқаралының шығыстағы қырқаларынан уыздай боз сәуле көтеріліп, таң да атты. Аздан кейін лебі жып-жылы сәуірдің мейірлі күні арқан бойы көтерілді. Марқұмды кебіндеуден бұрын жақын адамдардың қоштасып шығуына имам рұқсат берді. Көкшіл сақалынан көз жасы тарам-тарам тамшылаған Сейітқан қарияның «Қарғамай, сенің орнында мен жатсам болмай ма?» деген көкірегін жарған өкінішті шаңырақтан шығып айнала тұрғандардың жүрегін сығып өтті. Қазаға келгендер жаназа намазға жиналды. Марқұмның қарызы болса, өтейтін кім бар? Деген имамның дауысы бүкіл елге естілді. Осы сәтте Бердібектің жанын сансыз қыл арқандар орап алғандай болды. Бұ не? Деп қараса, ипотекаға алған пәтердің қарыз ақшалары жыланға ұқсас қара шұбар арқандарға айналыпты. Әкесі байғұс қалтыраған кәрі қолдарымен қорқынышты арқаннан ұлын босатпақ болып, жан ұшырып әуреге түсіп жүр. Бердібек, ойпыр-ай, әке, өзіме құтылайыншы, деп қатты ышқынды. Кенет жамағаттың алдындағы ораулы мәйіттен «Әке!» деген ер адамның орасан қуатты үні тұрғындарды құйын желдей жапыра селк еткізді. «Әке!» жерді тітіретіп, аспанды жаңғыртқандай неткен зор үн бұл. Тұрғындарды жасындай жарқ еткен осы қалама той шарпып өтті. Тек алдыңғы қатарда тұрған Сейітқан шал ғана екі қолын соза алға ұмтылды.
4-5 қадам басып теңселіп тұрды да шалқалай құлады. Одан бері де 4 жыл сырғып өтіпті. Көрмегендерді қойып, көзмен көргендердің көбі Бердібек қайта тірілді дегенге сене алмайды. Сейітқан шал сол жығылған жерінде жан тәсілім етіпті. Жерлеуге қатысып жүрген жүректердің дәрігері Дәрбіжан мұқият көріп, көлемді инфаркт тіл тартпай кеткен деген уәж айтқан. Сондағы жиналғандар тірілген баласынан шешіп алған тебінмен өлген әкесін орап, марқұмды ұлына қазылған қабірге қойғанын өз көздерімен көрген екен.